Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Мен бүгін сіздерге қытырлақ чипсыйдың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Қытырлақ картоптың шығу тарихы. Чипсыйды алғаш ойлап тапқан адам америкалық қымбат мейрамханалардың бірінде бас аспазшы болған Джордж Крам деген азамат. Тіпті чипсидің нақты қай жылы қай күні пайда болғаны да белгілі. 1853 жылы 24 тамызда мейрамханаға келген қонақ өте қалың кесілген фри картобы ұнамай бас аспазшыны әбден сөгеді. Елдің алдында қатты қысылған Крам картопты жай ғана емес, тіпті өте жұқа етіп дөңгелектеп кесіп, екі жағын кезек-кезек қытырлақ болғанша майға қуырған екен. Осы тағамның дәмін татып көрген қонақ риза болып, осы тағам